Сәлем, қадірлі көрермен, сізбен тілгеспек жоқ. Қазақстан жаңалықтарына тәуелсіз көзқарас, және оның жүргізушісі мен журналист Әсем Жәбішева. Арнамызда жазылушылар саны 70 мыңға жетті. Әр шығарылымды жермей көретін, әрдайым қолдау көрсетіп отырған баршаңызға алғысымыз шексіз. Ал біз күнделікті маңызды деген жаңалықтармен бөлісіп, арна контентін барынша пайдалы етуге тырысамыз. Ендеше жаңалықтарға көшейік. 4 ақпан күні 5 жыл түрмеде болған саяси тұтқын Макс Бокаев бостандыққа шықты. Халықтың қолдауы болмаса мені жоқ қылып жібереді, тіпті сүйегімді таба алмай қалар едіңіздер, деп қолдаған барша азаматқа алғысын айтты. Ол ата заңымыздың дәрменсіз күйін айтып, оны билікке естірту үшін әр жұма митингіге шығуға шақырды. 2016 жылғы митингілерден кейін Назарбаев жер кодексіне мораторий жариялауға мәжбүр болған еді. Ал енді осы жылдың соңында сол мораторийдің күші жойылады. 4,5 жыл ішінде не өзгерді? Бұрын қойған талаптар ескерілді ме? Мен Макспен телефонмен хабарласып сөйлескем, сұхбат алуды да жоспарлап қойған болатынбыз. Бірақ кеше соттың жаңа қаулысы шықты. Босатудан 2 күн бұрын түзету колониясында өткен Макс Бокаевтың сотында оған шектеулер қойылды. Қоғамдық қызметке және журналистермен қарым-қатынасқа тыйым салынды. Сот оған тек жиналыстардың бір түріне ғана, садақаға қатысуға рұқсат берді. Одан бөлек Шымкент бас автопаркының 100-ден астам жүргізушісі ереуілге шықты. Олар жұмысқа шығудан бас тартып, жалақыны көбейтуді сұраған. Дәл осындай талаппен Батыс Қазақстанда да мұнайшылар ереуілі толастар емес. Мұнайшылар мәселесі шешілмесе, жаңа өзен оқиғасы қайталануы мүмкін деген пікірлер бар. Сонымен қатар үкіметтік емес ұйымдарға салық органдары тарапынан жасалған қысым айыппұлдар мен әкімшілік іс кенеттен тоқтатылды. Бүгінгі шығарылымда осы тақырыптар аясында сөз қозғаймыз. Бірақ бастамас бұрын әдеттегідей сізден осы каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын. Рахмет, кеттік. Алдымен азаматтық қоғамдағы ең маңызды жаңалықтардың бірімен бөліскенім жөн болар. 2016 жылы өткен жер митингілері есіңізде болар. Басқаша халықтың айтқанын естімей тұр. Сондықтан, егер біздің мұны айтқанымызға көз ілмесе, біздер мұнда тағы жиналамыз ба? Дұрыс. Сол жылы ұсталған Бокаев 5 жыл түрмеде отырып, кеше бостандыққа шықты. Тағы да айтып кетейін, қалай, рахмет, мені қолдаған үшін, анамды, бауырларымды қолдаған үшін, Талғатты қолдаған үшін бәріңізге рахмет. Оған митинг өткізу заңын бұзды, жалған ақпарат таратты және әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылған еді. Ол түрмеден шыға сала орталық алаңға беттеді. Қолдаған барша азаматқа алғысын білдірді. Халықтың қолдауына халықаралық ұйымдарға рахмет айтқым келеді. Халық қолдауы болмаса, мені жоқ қылып жіберетін еді. Сүйегімді таба алмайтын едіңдер. Рахмет сол үшін. Теледидар, радио, газеттерден жағдайды қарап отырмын. Назарбаев тақтан кетсе де 5 мм өзгеріс бар деуге болады. Бірақ алып бара жатқан өзгеріс жоқ. Сондықтан ары қарай қоғамдық жұмыспен айналыса берем. Онда мені сүт тұтсайтын еді, егер халықтың қолдауы болмаса, мен енді де айтып отырмын ғой, 10 есе рухы көп жігіттерді сындырған мұнда. Енді бәрін емес, мен де жоқ қылып жіберетін еді, егер халықтың қолдауы болмаған жағдайда мен жоқ қылып жіберетін еді. Қайда сүйегін таба алмайтын едіңдер, егер халықтың қолдауы болмаған жағдайда. Қазіргі конституцияның жай күйін дәрменсіз екенін айтып, әр жұма сайын билікке естірту үшін бейбіт митингіге шығуға шақырды. Өкінішке орай Назарбаев біздің конституциямызды дәретхана қағазына айналдырып жіберді. Бізге жаңа конституция керек. Біз осыны Назарбаев пен Тоқаевтан талап етуіміз керек. Үкімет ақылға келмесе, 3 сәуірден бастап алаңдарда шатыр тігіп отырамыз, деді ол. Жер митингілері 2016 жылы өткен болатын. Дәл сол жылы митингілердің арқасында Назарбаев жер кодексіне мораторий жариялауға мәжбүр болды. Міне сол мораторий осы жылдың соңында бітеді. Бокаев түрмеде 5 жыл отырғанның ішінде не өзгерді? Мораторий біткесін өзгертулер енгізілмесе, халықтың наразылығы артары анық.
Боқаев Азаттыққа берген сұхбатында бұл туралы былай деді. Біз 16 жылғы 24 сәуірде Атырауда өткен митингіде қабылданған қарарда үкіметке жер кодексі қайта қаралсын, жер иеленушілер тізімі жариялансын, Қазақстандағы барлық шетелдік полигондар жабылсын және болашақта ондай полигон ашуға жол берілмесін деген талаптар қойғанбыз. Бірақ содан бері 4,5 жыл өтсе де олардың ешқайсысы орындалмады. Ең алдымен сол талаптар орындалуы тиіс деп санаймын. Бұған дейін 2020 жыл Тоқаев үкімет отырысында жер шетелдіктерге сатылмайды, бұл мәселеге енді оралмаймыз деген. Ал биыл жер мәселесі жөніндегі комиссия құрылып, барлық мәселе соның аясында шешілу керегінде айтты. Жер мәселесін көтеріп шыққан азаматтарға өтірік іс қозғап, оларды саяси тұтқынға айналдырды. Билік жеріміздің қадірлі қастерлі екенін айтып, алайда дәл осы мазмұнда ұраңдатқан адамдарды қудалап, тағы бір 200-лігін көрсетті. Ол саяси тұтқындардың жазықсыз өткен 3-5 жылын кімдер қайтарады? Енді мораторий біте сала, кодекске қандай өзгертулер енгізілетінін көрелік. Биліктегілердің қорқынышының бірден-бір көрінісі Боқаевқа берілген қасқы билеті мен әлеуметтік желілерге тыйым салу. Босатудан 2 күн бұрын түзету колониясында өткен Макс Боқаевтың сотында оған шектеулер қойылды. Қоғамдық қызметке және журналистермен қарым-қатынасқа тыйым салынды. Сот оған тек жиналыстардың бір түріне садақаға қатысуға рұқсат берді. Макс Боқаев жеке басын куәландыратын құжаттарсыз босатылды. Оның орнына оған қасқыр билеті, төлқұжат деректері жазылған және оның жеке ісінде фотосуреті жапсырылған қағаз парағы берілді. Бұдан басқа босатылар алдында оған судья Гүлнар Дәулешованың қаулысы табыс етілді. Ол Макс Боқаевқа 11 тармақтан тұратын шектеу шараларының тізімін қойды. Атап айтқанда, судья Макс Боқаевтың садақаны қоспағанда кез келген бұқаралық жиналыстарға қатысуына тыйым салды. Сондай-ақ оған қандай да бір наразылық акцияларына, бейбіт жиналыстарға, митингілерге қатысуға тыйым салынды. Сот оған қандай да бір саяси партиялардың, қоғамдық бірлестіктердің, діни бірлестіктердің, кәсіподақтардың мүшесі болуға тыйым салды. Оған қайырымдылық шараларына қатысуға және ерікті болуға да тыйым салынды. Кез келген өтініштермен қол жинауға, өзі қол қоюға, журналистермен сөйлесу және журналист болуға болмайды. Бірақ қаулының ең жағымсыз және жабайы тармағы соңғысы болды. Жұмыстарды орындауға және қызмет көрсетуге тыйым салу. Яғни Қазақстан билігі Макс Боқаевты жұмыссыз болуға міндеттеп, оған ақша табуға тыйым салды. Соттың мұндай қаулысы Атырау облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаменті бастығының өтініш нәтижесінде пайда болды. Ол соттан Макс Боқаевқа қойылған шектеулердің мәнін түсіндіруді сұрады. Яғни диссидентке қатысты осы репрессиялық шаралардың нақты атауы бар Атырау облысы бойынша қаржыды бастығы Манарбек Ғабдуллин болып табылады. Бұл адам бірнеше рет азаматтық белсенділерге қарсы қудалаудың тікелей орындаушысы ретінде баспасөздің назарына ілікті. Атап айтқанда, ол Батыс Қазақстан полиция департаментінің қоғамдық қауіпсіздік басқармасында жұмыс істеген кезде Оралдағы наразылық митингілерін таратуға қатысты. Макс Боқаевтың өзі түзету колониясының қақпасынан шыққаннан кейін босатар күні оны таңғы 6-да оятып, мекемеден таңғы 7-де кетуді ұсынғанын айтты. Мен колониядан мерзімнен бұрын кетуден бас тарттым және мені заңмен белгіленген уақытта таңғы 8-ден кейін босатуды талап еттім, деді Макс Боқаев. Айтпақшы, 3 ақпанда Макс Боқаевты күтіп алу үшін Оралдан Атырауға бармақ болған Орал апталығы басылымның бас редакторы, белгілі журналист Лұқпан Ахмедияровты полиция ұстап әкетті. Бөлімшеден шыққаннан кейін ол пикет өткізді. Репортаж жасау үшін әріптестерімен Атырауға бара жатқанда ұстап алды. Мұны менің кәсіби жұмысыма кедергі деп түсінемін. Меніңше полицейлер бұл жағдайда тікелей міндетін атқармай, бір кездері өзгеше ойлайтындардың көзін жойған гестапо солдаттары сияқты әрекет етті. Сондықтан мені бұл полицияма, гестапома деп сұрап тұрмын.
деді Ахмедияров. Құқық қорғаушылардың айтуынша, бұл іс Ахмедияровтың Орал апталығы басылымының сайтында жарық көрген материалы негізінде қозғалған. Оралдағы жер дауы, прокурордың шешесі 5 жер учаскесінің иесі атанды деген атпен шыққан мақалада прокуратура қызметкерлерінің қатысы болуы мүмкін деген ықтимал жемқорлық ісі туралы айтылды. Лұқпан Ахмедияровты қудалаудың саяси астары бар екеніне сенімдіміз. Батыс Қазақстанның құқық қорғау құрылымдары журналистің үнін өшіруге тырысып жатыр. Ахмедияров өз жұмысын істеді. Журналистік зерттеу жүргізіп, оның нәтижесін жариялады. Оның үстіне мақалада жемқорлық фактілер туралы айтылды. Елдің жоғарғы лауазымды шенеуніктерінің сөзіне сенсек, Қазақстан дәл осы жемқорлықпен аяусыз күрес жүргізіп келе жатыр. Төменде Лұқпан Ахмедияровтың мақаласына сілтеме қалдырамыз. Журналистің қудалануына алып келген іс сонша жасырылғанына қарағанда, біреулерге жақпай қалған көрінеді. Дәл сол үшін міндетті түрде сілтемеге өтіп, осы мақаланы оқу керек. Жақында ғана салық органдары тарапынан қудалауға ұшыраған бірнеше үкіметтік емес ұйымдар есіңізде болар. Оларға миллиондаған айыппұл салып, жұмысын тоқтатқан еді. Ал кеше олардың кейбіріне қатысты істердің тоқталғаны туралы жаңалықтар тарай бастады. Ол ұйымдар сана сезім, еркіндік қанаты, 2 миллион айыппұл салынған адам құқығы жөніндегі бюро, 1 миллион айыппұл салынған халықаралық құқықтық бастама, Эхо, Медианет халықаралық журналистика орталығы. Жоқ нәрсені бар қылып, кейін райынан қайтқан биліктің бұл ісіне қуанайық па? Журналист Вячеслав Аврамов бұл жөнінде былай дейді. Қуанарлық жайт, алайда қатты қуанбаңыз. Үкіметтік емес ұйымдарға қатысты әкімшілік іс қозғау, айыппұл салып, олардың қызметін тоқтатуға ешкімнің хақы жоқ еді. Бұл саяси шешім. Бірақ бұл шешім соңғы уақытта биліктің имиджіне нұқсан келтіре бастады. Және бұл істі тоқтатқанда салық органдары емесі анық. Мұндай саяси шешімдерді олайда бұлай өзгерте береді. Бұл ұйымдардың 3 айға жабылмай, жұмыстарын жалғастыра бере алатынына қуаныштымын. Әйтеуір бір күні олардың арқасында құқықтық мемлекет атанармыз. 3 ақпан күні Шымкенттегі Шымкент бас автопаркының жүргізушілері жалақы көбейтуді талап етіп, жұмысқа шықпады. Сондай-ақ жұмыс беруші автобус жууды, қызметкерлерді түскі аспен қамтамасыз ету міндетінде дұрыс орындамайды деп шағынды. Азаттық оқиға орнына барып жүргізушілермен сөйлесіп көрді. Айына 150 мың теңге аламын, қолға таза 20 мың теңге тиеді. Кондуктордың алатыны мүлде төмен, жалақысы 70 мың теңге. Оның да өзін дұрыс бермейді. Біз төлем картасына қарсы емеспіз. Тек жүргізушілерге нақты жалақы белгілеп көбейтсін. Жоспарды алып тастасын, жағдайды жақсартсын. Кейін Шымкент қаласының әкімі Мұрат Айтенов келіп, мәселені кешке дейін шешіп беруге уәде етті. Әкім кеткесін компания басшылығы жүргізушілерге 200 мың теңге, кондукторларға 100 мың теңге айлық төлеуге, автобусты жууды кәсіпорын өз ойына алып, жұмысшыларды тасымалдауға автобус шығаруға уәде етті. Бұл сөзге көңілі толмаған наразылардың кейбірі жұмыстан шығатынын айтты. Қызметкерлердің жұмысы бағаланбайтыны осыдан-ақ білінеді. Бұл компания қызметкерлері 2019 жылда дәл осындай талаппен шыққан. Әлі күнге дейін шешілмегеніне қарағанда уәде беріп орындалмайтын көрінеді. Сондай-ақ елімізде мұнайшылардың да жалақысы мардымсыз екені айтылып, наразылықтар өтіп тұрады. Тіпті соңғы уақытта да көбейіп кетті. Ақпанның 1 күні Жаңаөзенде мұнай спецснаб компани жауапкершілік шектеулі серіктестік компаниясының жұмысшылары ереуілге шықты. Өңірдегі ірі мұнай компаниясына транспорттық қызмет көрсететін мұнай спецснаб тарифті өзгерте алмайтындарын айтады. Өйткені келісімшарт жасалып қойған. Ал 2 ақпанда Ақтөбе мұнай газ компаниясының жаңа жол кенішінде клининг қызметін көрсететін Биккор серіктестігінің жұмысшылары жалақыларын көбейтуді талап етіп, жұмысқа шықпай қойды. Нәтижесінде жалақы көтеруді сұраған 10-нан астам адам жұмыссыз қалды. 60-70 мыңға күнелтіп отқандары бар. Мұнайдан миллиардтаған табыс келіп отқанын ескерер болсақ, бұл нағыз мазақ. Бұл туралы Жанболат Мамай Мәлім Кейзет басылымына берген сұхбатында да айтты. Оның сөзінше, бұлай жалғаса берсе, Жаңаөзен оқиғасының қайталануы ықтималдығы жоғары. Қазір мұнайшылар 130-140 мың теңге айлық алсақ деп талап етіп отыр. Бұл жерде өте үлкен теңсіздік бар. Осы мұнай компанияларын басқаратын адамдардың жағдайын алып қараңыздар. Тимур Құлыбаев сияқты олигархтарды, Самұрық Қазына, Қазмұнайгаз сияқты ұлттық компанияларда жұмыс істейтін адамдардың айлықтарын қараңыздар.
бір ғана автокөліктеріне жыл сайын 6 миллион теңге жұмсаймыз деп отыр. Бұл үлкен әлеуметтік теңсіздіктің көрсеткіші, көрінісі. Бұл қарапайым қазақтың жұмысшыларын құл етіп ұстаудың бір түрі. Мәселені дереу арада шешпейтін болса, бұл үлкен әлеуметтік жарылысқа алып келуі мүмкін. Егер жағдай шешілмесе, жаңа өзен қайталануы да мүмкін. Экономикалық өсім болмайтын болса, пандемия, карантин тоқтатылмайтын болса, жағдай қиындай береді. Осындай ереуілдер, наразылық акциялары Қазақстанда көбейеді, деді Мамай. Бүгінге осы, әдеттегідей каналдың дамуымен видеолардың шығуын қолдаймын деушілер осы видеоның сипаттамасында немесе мына жерде берілген Каспи шотқа қандай да сома аударып көмектесе аласыздар. Видеолардың әрі қарай шығуына әр тиын үлкен көмек. Міндетті түрде видеоның астына пікіріңізді қалдырып, каналға жазылып, лайк басыңыздар. Сіздермен болған Әсем Жапишева, амандықта көріскенше сау болыңыздар.